Арма құрметті көрермен, бұл шабарман арнасы, біз қайта оралдық. Модель сөзін ауызға алған бойда ұзын бойлы сұлулардың бейнесі елестейтін рас, бірақ кейде адамның дене бітіміндегі ерекшелігі де оның танымал болуына септігін тигізеді. Біз дайындаған бұл топтамамызда ерекше жаратылысымен сән әлемін дүр сілкіндірген нәзік жандылар туралы жайында айтамыз. Ендеше назарларыңызға ерекше топ 7 модельді ұсынамыз. Шантель Браун Янг. Канадалық бикеш 3 жасынан бастап тері ауруына шалдыққан. Дәрігерлер оған теріге ақ-дақтар пайда болатын жұқпалы емес, созылмалы ауру, яғни витилиго диагнозын қойған. Алайда аталған дерт оның модель болуына еш кедергісін келтірмеді. Керісінше, сән әлемінде өзінің есімін қалыптастыруына жол ашты. Виктория Модеста. Латвиялық әнші әрі модель. Босану кезінде аяғының зақымдалуына байланысты 15 рет ота жасатқан. Сәтсіз операциялардың салдарынан көп ұзамай оның бір аяғын кесіп тастауға тура келді. Дегенмен қимыл қозғалысы бәсеңдегені болмаса, Викторияның бұл сынақ өмірге деген құлшынысын арттыра түскендей. Көрерменнің көз айына айналған сұлу түрлі фотосессиялар мен сән кештерінің жұлдызы болып үлгерген. Джейми Брюер. Даун синдромымен ауыратын әлемдегі алғашқы модель һәм актриса. Оның танымалдығы америкалық қорқынышты хикая телесериалынан кейін тағы да арта түсті. Моффи. 2013 жылы әйгілі Storm Model агенттігімен келісімшартқа отырғанда сән әлемінде сенсация орнатты десек болады. Сол кезде көзі ерекше бикештің сұлуына бүкіл әлем тәнті болған. Дианда Форест. Жасыл көзді афро-америкалық альбинос. Сұлу бойжеткен өзінің дертін жеңе алмаса да, ерек жігерінің арқасында сән әлемін бағындырды. Қара нәсілдер арасында альбинизм өте сирек кездесетін құбылыс. Ал сән әлемінде бұл өте жоғары бағаланады. Бұрымды қазақ қыздары да әлемдегі сұлулық сайыстарының жеңімпазы атанғанымен сән әлемін жарып шықпады. Сіз бағындырмайтын биік жоқ. Осыны жадыңыздан шығармағайсыз. Осы топтамадан кейін әрекет етпеуге кім кедергі? Нәзік жандар олар. Достар, біз ұсынған топтамадағы модельдердің ішінде өзіңізге ұнағанын комментарийге жазып қалдырыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Пікір жазып, лайк басып, белсенділіктеріңізді төмендетпеңіздер.